Біздің халқымыз өз ұрпақтарын қасиетті салт дәстүрмен, өнегелі әдет ғұрыппен, ырым тыйыммен тәрбиелеп, ұлағатты ұл мен инабатты қызды теріс жолға түсірмей тәрбиелей білген. Бауыржан Момышұлы, мен өзімнің ұрыстағы тәжірибемнен жауынгерлік қасиетті тәрбиелеуде ұлттық дәстүрдің маңызы зор екеніне көзім жетті деп жазады. Бұдан отаншылдық, ерлік, мәрттік, жомарттық, адамгершілік қасиеттердің бәрі салт дәстүр арқылы даритынын түсінуге болады. Яғни салт дәстүр адамды адастырмас тура жолмен жүруге, жөн жосықты біліп үйренуге және өмірде қолдануға үгіттейтін мызғымас заң іспетті десем де қателеспесім анық. Өкінішке орай, қазіргі таңда көптеген салт дәстүрлер ұмыт болып барады. Сол салт дәстүрлердің бірегейін атап өтсек, бұл шарана шайқау. Яғни жаңа түскен жас келін туыс ауылдарды қыдырып жүргенде көпті көрген даңсалы бәйбішелер жас келінге шілде суына сал деп күміс теңге, моншақ, маржан, жүзік, сырға сияқты бұйым береді. Жас келіншек босанғанда баланы шаранасынан шайқап жуып тазартады. Шарана суды қазақтар шілде суы деп те атайды. Бағанағы берген нәрселерді суға салады. Оны баланы шомылдырған әйелдер таласа тармаса шарана суын шайқап алады. Оны қазақ кәдесінде шарана шайқау деп атайды.